Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай таяқшадағы картоптар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бар болғаны картоп керек. Жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін осылай таяқшамызға қойып, байқап кесіп аламыз. Үзіліп кетпеуін қадағалауымыз керек. Осылай формасын шығарып аламыз. Арасын ашып, осылай жаймен ашпасаңыз, ортасы үзіліп кетуі мүмкін. Барлығын ашып болғаннан кейін картопымызға дәм беру үшін тұз бен бұрышты майға араластырып, жан-жағына жағып шығамыз. Мен қызыл бұрыш салдым, бірақ ащы болып кеткен жоқ. Сіз қара бұрыш салсаңыз да болады. Барлығын жағып болғаннан кейін қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Бар жоғы 7-8 минутта пісіп шығады. Жан-жағын айналдыра отыра пісіреміз. Біздің картоптарымыз дайын болды. Балаларыңызға берсеңіз де, өзіңіз жеуге де өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Рахмет.